Павлодар облысы полиция департаменті хабарлайды. 2026 жылғы 25 тамыздан бастап Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңына енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Ең алдымен 65 жастан асқан жүргізушілер мен мүгедектігі бар жүргізушілер 2 жыл сайын міндеттік медициналық тексеруден өтуге міндетті екенін назар аударамыз. Міндетті медициналық тексеруден өткені туралы мәліметтер денсаулық сақтау министрлігі мен ішкі істер министрлігі ақпараттық жүйеде арасында автоматты түрде алмасады. Егер мемлекеттік ақпараттық жүйеде жүргізушінің міндетті медициналық тексеруден өткені және көлік құралын басқаруға медициналық қарсы көрсетілімдер жоқ екені туралы растау болмаса, оның көлік құралдары басқару құқығы тоқтатылады. Аталған талап тек 65 жастан асқан жүргізушілерге және мүгедектігі бар жүргізушілерге ғана қолданылады. Бұл өзгерістердің барлығы жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру, азаматтарды өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған.